Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Teach with Aydın каналына қош келдіңіздер. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге керемет бестселлер, өткенде сізге айтқандай, кітап шолу, обзор книг істеп, ең мықты пункттарын сіздермен бөлісеміз. Көп уақытымыз алмайын. Біріншіден, Стивен Кови деген авторымыз кітапты жазды. 7 навыков высокоэффективных людей. Бұл кітапты соңына дейін оқымадым мен, бірақ оқығанның өзі өте маған жетті. Сіздерге бөліскім келді. Мына жерде 7 қабілет, эффектив ұстаздардың 7 қабілеті деген тақырыпты қозғаймыз. Қабілетті ұстаз, супер ұстаз болу үшін қандай біздің 7 қабілетіміз болу керек, сол туралы сөйлесейік. Кеттік. Стивен Кови деген кісі осы. Кітапты оқып көріңіздер, өте ұсынам, мықты кітап. Сіздің ұстаздық өміріңізге өте көп пайдасы тиеді. Біріншіден, be proactive. Proactive дегеніміз не? Proactive дегеніміз ол активный, белсенді, супер белсенді деген сөз. Біз не істейміз? Сырттағы ауа райына, біреу бізді ренжітуіне, тағы да бір проблемаға қарамаймыз. Сыртта жаңбыр жауып, қар жауып кетсе, біздің настроениеміз бұзылып, көп жұмысымызды тастап, өйтіп істемейміз. Біз proactive деген, no matter what, не болса да, өзіміздің үлкен арман мақсаттарымызға, біздің құндылықтарға қарап жол аламыз. В первую очередь наши ценности, values деп айтады ағылшын тілінде. Еш нәрсе қарамастан, біреу бізге ренжіп қалды ма, ұрысты ма, тағы бір нәрсе болды ма, это все не важно. Главное біздің мақсатымыз, біздің құндылықтарымыз, біздің принциптарымыз. Be proactive дегенді reactive дегенге қарсы қоямыз. Reactive, мысалы, жаңбыр жауып қалды, адам настроениесі түсті, болды, жұмысын тастады, қойшы деді. Настроение жоқ. Proactive деген оған қарама қарсы. Не болса да, мен өз мақсатыма барам, жолымды алам деген сияқты. Мысалы, қараңыздар, біз Coca-Cola'ны алсақ, оны шайқап ашсақ не болады? Ол несейді шаршап, бәр жерде кір қылады. Бұл реактивный деген сөз. Проактивный деген осы. Біз су сияқты болуымыз керек. Қанша шайқасақ та ашқан кезде не істейміз? Шашырамай, не істемей, жарылмаймыз. Proactive дегеніміз we make choice, бізде не болады? Таңдау болады. Біз таңдаймыз, қалай әртүрлі біздің өміріміздегі жағдайларға, ситуацияларға не істейміз? Реакция береміз. Біз шешім қабылдай аламыз. Қалай, қашан сөйлейміз, қалай, қашан істейміз, кімге қалай жауап береміз. У нас есть выбор, choice. Біз жаңағы су бутылкасы сияқты боламыз. Кім қанша бізді шайқаса да, бізді ашқан кезде біз не істейміз? Спокойно боламыз, жарылмаймыз. Мынандай мысал беруге болады. Біздің өмірімізде circle of influence бар. Бұл influence деген влияние. Біздің өмірімізде кейбір заттар бар, біз оған күшіміз жетеді. Біз оны ауыстыра аламыз. Екінші, одан үлкен қараңыздар. Оның сыртында. Ол circle of concern. Оның ішінде things we cannot control. Біз оны не істейміз? Өзгерте алмаймыз. Мы не можем влиять на эти вещи. Сол үшін біз не істеуіміз керек? Бүкіл күшімізді, энергиямызды, фокус. Біз именно осы circle of influence, біздің күшіміз жететін, біз өзгерте алатын заттарға жұмсауымыз керек. Окей? Мысал қараңыз. Things cannot control. Мы не можем контролировать. Біз бұл заттарды ауыстырамаймыз. Ол басқа адамдар. Мысалы, кейбір адамдар қиын характерлері болуы мүмкін. Ауа райы, қар жауып, жаңбыр жауып, мысалы коронавирус болуы мүмкін. Біз тест, өзіміздің өмірімізде кейбір қателіктер істедік, ол өтіп кетті, оны өзгерте алмаймыз.
басқа адамдар бізге қалай қарым-қатынас құрады, homework, үй жұмысы мысалы, бізге үй жұмыс беріп, оны істеу керек, не үшін берді деп сұрай алмаймыз. Бірақ біздің қолымызда не бар? Things we can control. Біз ауыстыра аламыз, біз өзгерте алатын біздің не бар? Шеңбер бар. Ол біздің attitude, наше отношение, да? Біз қалай жауап береміз, біз қалай реакция береміз, біздің mood, біздің настроениеміз, қиын болса да күліп жіберге, қаншалықты ұрысқың келіп тұрса, мысалы оқушыңды, сен не істейсің? Бәрібір көрсетпейсің қаншалықты жынданып, кейбір кезде қаншалықты оны жеп көргенімізді. Өйткені біз ұстазбыз. Біздің реакциямыз жақсыға да, жаманға да біз оны ести аламыз, таңдай аламыз. Кейбір кезде біз по реакция кетеміз ғой, біреу бізге нәрсесі, біз оған сразу action, reaction деп жаман сөз айтып жіберуіміз мүмкін, да? Бірақ біз өзімізді жұмыс істеп, оны да ауыстыра аламыз. Сол үшін біз ауыстыра алатын өміріміздегі заттарға қарайық, бүкіл энергиямызды осыған жұмсайық. Ұстаздарға бұл өте маңызды. Өйткені күнде қанша ұстаздармен, администрация, оқушылармен және ата-аналармен жұмыс істейміз. Өзіміздің үйдегі бүкіл бала-шаға, туған-туысқандармен де осыны қолдануымыз керек. Жалғастырайық. Проактив адамдар, проактивный адамдардың бір ерекшелігі бар. They are responsible. Олар жауапкершілік өте көп өзіне алған адам. Жауапкершілік көп алған деген не значит көп жұмыс істейді. Ответственные, жауапкершілігі мол адамдар, мол ұстаздар. We are responsible. Біз не істейміз? Жауапкершілігіміз болу керек бүкіл нәрсеге, біздің айтқан сөзімізге, біздің настроениемізге, біздің поведениеміз, кімге қалай не айттық, қарым-қатынас қалай құрдық, бүкіл біздің эмоциялар, бүкіл бұл заттар біз өзімізден білуіміз керек. Ол анау былай айтты, мынау кінәлі, сол үшін мен былай айттым, сол үшін мен былай ұрсып жібердім, тағы бір нәрсе деген емес. Бүкіл өмірімізді несіміз өзімізге жауапкершілігіміз мол болады, көбірек жауапкершілік аламыз, басқаларды кінәламаймыз. Кім не десе де, кім не айтса да, біз calm, остаемся спокойными. Және де соңына қарай келіп қалдық. Проактив адамдарды көргіңіз келсе, айналаңызға бір қарап шығыңыз. Проактив адамдар ең бірінші болып не қояды? Олар responsible, жаңа айттық қой, ответственный, жауапкершілігі мол болады. Олар ешқашан жаңа өзінің генетика, наследственность, аталарым осындай, мен характерім осындай, circumstances, обстоятельства, жағдай осындай болып қалды ғой, не істеймін деп, мектепте осындай проблема, оқушыларым сондай ғой деп не істемейді, айтпайды да. Conditions, жағдайлар, условия, жағдай жаман болып қалды, ауа райы осындай болып қалды, вирус шығып қалды, тағы басқа бір нәрсе деп, ешкім кінәламайды, ешкімді критиковать етпейді. И не істейді? Ол проактив адамдардың даже айтқан сөздері оларды көрсетеді. Мысалы, өте жақсы индикатор. Бір жақсылап тыңдап көріңіз. Көбінесе проактив адамдар, proactive teachers, проактив ұстаздар қалай айтады, қалай айту керек. I can, мен істей аламын. I will, мен істеймін. I prefer, я предпочитаю. Реактив адамдар, өкінішке орай, олардың көбінесе айтып жатқан сөзінде мен істей алмаймын, I can't, I have to, мен істеуім керек, бірақ, if only. Тек қана егер мынандай болса, көрдіңіздер біздің өмірімізде, қарап көріңіздер, сіздің айтатын сөзіңіз қаншалықты проактив или реактив. Біз кейбір кезде реактив болуымыз мүмкін, кейбір кезде проактив болуымыз мүмкін, бірақ көбірек проактив teachers болайық. Effective teachers болғымыз келсе, өз өмірімізді өз қолымызға аламыз, Құдай қаласа деп, ешкімді кінәламай, мен істей аламын, менің үлкен мақсатым бар, менің оқушыларым қараңғыда күтіп отыр, біз ұстаз болып оларға жарық, шырақ апарып, оларға көмектесуіміз керек. Олардың болашақтары біздің қолымызда, біз олардың жақсы, табысты, successful, Құдай қаласа
айтады ғой орысша, самореализация в жизни, чтобы они самореализовались, біз қазір қолымыздан келгенше проактив болайық. У нас нет сейчас возможности быть реактивными. Мы просто не имеем права. Қиын, уақыт керек, өзімізбен жұмыс істеу керек, кітап оқып, бірақ болады. Адам қатты, шын жүректен тырысса, Алла Тағала оның жолын ашып береді. Ниетіміз дұрыс болса. Егер қаламасақ, оған да бір сылтау табылады. Енді біздің видеомызды бітіре отырып, қазір проактив қалай қолдануға болады? Ұстаздарға проактив ұстаздар қазір вирус болсын, басқа ауа райы жаман болсын, жел болсын, қар болсын, қазір суық болып кетті ғой. Еш нәрсеге қарамастан, настроение қарамастан, үйдегі бір жағдай болып қалды, тағы нәрсе демей, қолымыздан келгенше керек болса келесі жылға қазірден бастап дайындалайық. Мен одан да жақсы ұстаз, одан да эффективный мұғалім қалай боламын, қалай келесі жылы сабақ басталған кезде көбірек мықты жаңа технология, ағылшын тілдер, ойындар үйреніп, өз балдарыма, өз оқушыларыма керемет, фантастик сабақтар бере бастаймын. Құдай қаласа, біздің сабағымыз 40 минуттық бір сабақ емес, бір кәдімгі фантастик фильм сияқты, бір гейм, ойын сияқты, бір lifelong, өмірге керек, өмірмен байланысты, шынымен сабақ біткеннен кейін соншалықты мықты сабақ өтуге тырысайық. Әр 40 минутымызды шыққан балдар шыққысы келмей, тағы да переменаға қарамай, тағы да өтейік отырып, вау деп шығу керек та. Мықты фильм, кинотеатр қарағаннан кейін біз не деп шығамыз? Вау деп басқалармен әңгімелеп шығамыз ғой. Қандай мықты фильм болды, қалай мықты түсірді, актер қалай ойнады деп, оларда не істеу керек? Сабақтан шыққаннан кейін сабақты талқылау керек бір-бірімен, ата-анасымен. Үйіне барып сабақ туралы оқушы мақтап айтып атса, біз мақсатымызға жеттік деген сөз. Вау деп, қандай мықты ұстаз, қандай мықты бүгін қызық сабақ өткізді. Сабақ деген сөзді ұмытса болады. Енді Құдай қаласа бәріміз бірге осы highly effective teachers'тің бірінші қабілетін өмірімізге енгізейік, көбірек осыны еске түсіріп, өмірімізде өзгерте алатын сфераларға көбірек қарайық. Еш нәрсе қарамастан, тек қана алға, құрметті ұстаздар, fantastic teachers. Көп рахмет сіздердің видеоны қараған үшін. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий жазыңыздар. Аман есен, Құдай қаласа осы коронавирус бітіп, жаңадан, жаңа күшпен осы уақытты қолдана отырып, келесі жылға бастайық. Лайк басуды ұмытпаңыздар, каналға жазылды ұмытпаңыздар. Келесі habit, қалған 6 қабілетті Құдай қаласа келесі видеоларда түсіріп сіздерге жіберуге тырысамыз. Goodbye.